Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеу Құлайзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте ерекше әрі дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Балықтан жасалған гүл тәрізді бұл тағамды біздің отбасымыз ерекше жақсы көреді. Сіздерге де ұнайтынына күмәнім жоқ. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма және де Instagram парақшама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Қамыр оқтаумен жазуға ыңғайлы болуы керек. Тым қатты немесе тым жұмсақ емес қамыр илейміз. Ұнымызға бір жұмыртқа және де дәміне қарай тұз қосылған салқын суды аз-аздан қосып отырып қамыр илейміз. Дайын қамырды осылай бетін жауып, бөлек жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте ортасына қосатын балықты салмасын дайындаймыз. Бұл жолы мен 300 грамм сазан балық және де 300 грамм көксерке балығын қостым. Барлық ингредиенттерді еттартқыштан өткіземіз. Қажетті ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Барлығын араластырып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосамыз. Балықты салмамыз дайын. Келесі кезекте иленген қамырымызды алып, ыңғайлырақ болу үшін екіге бөлеміз және қамырымызды жұқалап жазамыз. Және міндетті түрде әрдайым үстіне ұн сеуіп отырамыз. Жұқалап жайылған қамырымызды осындай шаршыларға бөліп кесеміз. Шаршылардың өлшемі шамамен 7-7 сантиметр. Және де дайын салмамызды ортасына осылай салып шығамыз. Ендігі кезекте тура видеода көрсетілгендей салмалы қамырымызды гүл тәрізді етіп түйетін боламыз. Мұқият қадағалап бірнеше рет қайталасаңыздар, жасалу жолы өте жеңіл. Міне барлығы осындай әдемі гүл тәрізді болып шығады. Барлығын қайталап шығамыз. Келесіде қуыруға арналған осындай табаға сұйық май құямыз. Толықтай қызып тұрған майға дайындаған гүлдерімізді осылай тізіп қойып қызарғанша қуырып шығамыз. Мен орташадан сәл жоғары отта қуырамын. Ең қатты отта қуырсаңыздар, бірден қызарып, күйіп кетуі мүмкін.
Дәл солай барлық гүлдерімізді қуырып шығамыз. Қуырылған қызғалдақ тәрізді гүлдеріміз дайын. Келесі кезекте біз оларды бұқтыратын боламыз. Сәбіз бен пиязды турап алып, аздаған майда қуырып аламыз. Кейін үстіне гүлдерімізді қойып шығамыз. Және үстіне аздаған қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қақпағын жауып, орташа отта шамамен 15-20 минут бұқтырамыз. Қалауларыңыз бойынша ақ желкен, аскөк сепсеңіздер болады. Біздің балықтан жасалған ерекше керемет тағамымыз дайын болды. Осы уақытқа дейін дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Өзіңізді де, жақындарыңызды да таң қалдырары сөзсіз. Бұл тағамды тек балықтан ғана емес, етті фарштан да дайындай аласыздар. Және жанына түрлі соустар да ұсынсаңыздар болады. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздерге осы рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Түлеу Құлайзат. Баршаңызға сәттілік.